Мә. Сәкен шыққан сияқты алмай ойнап отыр. Ассалаумағалейкум Сәкен. Йо, сәлем қалайын шыға амансың ба? Барсың ба? Жоқ болып қайтадан шығып не істеп жүрсің? Кетші жынды. Сәкен, не істейсіз? Кішкентай балалар ойнайтын жерде. Ода үйге кіріп олимпиада қарамайсыз ба? Қайдан қарайсың олимпиададан? Олимпиада көрсететін канал мультфильм көрсетіп жатса. Не ыржың? Сол Казспортта бір күн индийский сериал izlеді таңғалмайым бар ғой. Сен қатырате. Кеше көрдіңіз бе? Елдос Сметовтың 3-ші орын алғанын? Көрген жоқпыз, естідік біреуден. Өзбекстанның каналын көрсетіп жатыр, не масқара дейтін. Еститін болдық қой. Бір анау балдарымыз дейтін елдің жалауын көтерген көрсетемесек, бір керегіміз қалауын көрсетіп дейді қайдағы. Осындайды қойыңдар ше, астан музыка оқып қойып, қаттайды саттайды ертең инстаграмға салып жүру. Неге өзіңіз бір қатыспайсыз ба олимпиадаға? Қой кет бізге. Жүгіруден ба бірдеңе? Ой, рахмет жаңағы Метаки Акиматовпен көрді жүгіріп шығып, таңертең кешке дейін. Сол жүгіріп жарайды бізге. Ойбай. Қатысана біздің ауылдағы Ананди қатысу керек қана. Ананди дейтін бар, мен құрдасымның әйелі. Қатты жүгіреді анау бар ғой. Ананди дейсіз ба? Иә, Ананди дейміз. Неге Ананди дейсіз? Ана құрдасым 13 жасында алып қашып кеткен ғой, содан Ананди дейміз. Ойбай. Я, оның інісі бар айтпақшы. Каляни дейміз. Ана ауылға ең бірінші калян алып келген, соны ашқан ғой, каляни дейміз. Ойбай, кетші, ыржың еткен. Есе бәрін инстаграмға салып жіберетін, ертең бүкіл ауылдың бәрі қорқып отыр, біздің атымыз қаша шығып кетеді деп. Кетші бір ыржыңдан. Кетті онда Сәкен, мен олимпиада қараймын үйге барып. Иә, барша көріпсің ғой, мультфильм қара бар.